Армысыздар, біздің YouTube арнамыздың көрермендері, Дара Дарын жобасының аясында біз елімізге белгілі ақындармен, жыршылармен, күйшілермен өзіміздің сұхбатымызды бастаймыз. Біздің сұхбатымыздың алғашқы қонағы Қазақстан Республикасының осы елімізге, басқа да түркі елдеріне белгілі ақын, жазба ақын Мирас Асан келіп отыр. Ол халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, соңғы раушан, бекзат, сүйесің жүрек, сүйесің жинақтарының авторы. Бүгінгі сұхбатымызға келісім беріп, қонақ болып келгеніңізге мыңда бір рахмет айтамыз. Олай болса, осы бүгінгі сұхбатымызды бастасақ деп отырмыз. Алғашқы сұрағымыз, өлең жолыңыз, өнер жолыңыз, жалпы шығармашылық баспалдақтарыңыз туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Алдымен осы бағдарламаның беташар сұхбатына шақырып, сондай бір мәртебеге ие болып жатқанымызға қуаныштымыз. Және біздің болашағымыз балаларға арналған контент болғаннан кейін өзім алып ұшып келіп отырмын. Баста баянды болсын. Енді өлең жолына келу деген бір нақты адам өлеңге келейін деп келмейді. Алдымен бұл енді Алладан берілетін қасиет, ата текпен жететін сөз өнері. Біздің негізі әкем де, анам да ұстаздар, қазақ тілі әдебиетінің, орыс тілі әдебиетінің мұғалімдері. Әжем де көкірегі шежіреге толы сондай адам болды. Біз енді 90-шы жылдардың тоқырауында балалық шағымыз өткен буынбыз ғой. Сондықтан біздің ауылдарда жарықтың жоқ кезі, тіпті 9-10, 1,5 жылға дейін біз электр жарығын көрмей, шамның түбінде сабақ оқыған болармыз ғой. Содан біз кешке қарай, енді уақыт деген қыстың күні жылдам өте қоймайды. Сосын әкеміз үйде кішкентай театр ашты. Отбасылық театр. Үйдің ішінде? Үйдің ішінде. Онда Бозінген деген бізде ертегі кітабы болатын. Сол кітаптың ішіндегі ертегілерді оқып аламыз бірінші. Сосын жаңағы рөлдерге бөліп аламыз. Әкем мысалға бай, жаңағы біз әртүрлі кейіпкерлер көрсе болуымыз мүмкін. Кейде жан-жануарларды келтіреміз. Сөйтіп, жаңағылардың сөздерін біз жаттап аламыз. Сосын әкеміз жаңағы бізге жұмбақ жасыртқызғанда жұмбақты ойларыңнан жұмбақ құраңдар дейді. Енді жұмбақ деген өзі бір ұйқасқа құралатын дүние ғой. 4 жылдан, 2 жылдан. Сол менің алғашқы өлеңдерім сол жұмбақтарым деп ойлаймын. Бірақ менің екі інім бар менен кейін. Олардың жұмбақтары сәтті, қазір есте қалған жұмбақтар солардікі. Соған қарағанда солардың ақындықтары негізі басымдау болдау деп ойлаймын. Бірақ та олар физика, жалпы техника ғылымдарына қарай кетті да, мен осы сөз өнеріне арналдым. Сол кезде алғашқы шығармашылық жолың жалпы әулеттен басталды дейсіз ғой. Сонда отбасылық жаңағы осы қарым-қатынас, жалпы әкенің баламен, ананың қызбен жұмысы баланың өміріне тікелей әсер ететіні дауысты ғой. Сонда алғашқы жаңағы баспалдақ содан басталған болып тұр ғой. Міндетті түрде, өйткені біз ұшқанда, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің дейді ғой. Сол біз енді біздің жалпы әргі бабаларымызда, біздің өзі жеті атамыздың ішінде де өлең жазған аталарым болған екен. Сол арқылы да дарыған болды. Сөз ұстағандар. Сөз ұстаған. Сол одан ары қарай мысалы отбасылық жаңа мектептен өттіңіз, одан кейін жаңағы мектепке бардыңыз. Сол кездегі алғашқы ұстаздарыңыз, осы қабілетіңізді ары қарай қай ұстазыңызды айта аласыз? Мысалы менің осы қара өлеңге деген, жалпы әдебиетке деген махаббатымды ашты деп, мектеп, отбасыдан кейін мектептегі жолыңыз? Мектепте де біздің енді ұстаздарымыз өте мықты болды. Біздің алақандай ауылдан бірнеше Ыбырай Алтынсарин атындағы медальдің иегерлері, білім беру ісінің үздіктері көп шыққан. Яғни біздің
нақты есімде жоқ, бірақ та біз осы абай оқулары деген қазір бар ғой, сол біздің кезімізде алғаш шыққан кездің сол жобаның. Сол кезде мен абай оқуларына осы өз шығармашылығы деген номинация бойынша қатысып, мен өлең жаздым өзім. Ол 7-ші сынып болу керек. Сосын сол өлеңге әкем ән жазып берді. Сол әнді мен гитарамен солақайлап жаңағыны Қарқаралы ауданына барып орындадым. Сонда бір емес, 2 номинациямен қатыстыңыз ғой. 3-ші орын алдым, яғни Қарқаралы деп жатырмын ғой, мен туған жерімді айтып кетейін, енді балаларға да қызық болуы мүмкін. Қарағанды облысының Қарқаралы деген ауданы бар. Алаш арыстары шыққан үлкен бір қазақтың бір рухани бесігі. Сол Қарқаралының анау Семей жағына қарай Бақты деген ауыл бар. Сол Бақтыда менің балалық шағым өтті. Нөмір 23 мектепте оқыдым. Мектеп кезіндегі сіздің осы әдебиетке, өлеңге, шығармашылық бағыттарыңыз, жолдарыңыз қалай болды? Жаңағы абай оқулары ол. Абай оқулары, одан кейін Жігіт Сұлтан деген болады. Жігіт Сұлтанына қатысамыз. Сосын Нұрахметова Жанат деген биологиядан ұстазым болды. Ол кісіде сол кезде валиология деген пән болатын. Қазір бар ма жоқ па білмеймін. Сол валиологияда да анау мысалға тіс судың жақсы жақтарын біреу алады, біреулері қарсы оппонент болып осыған пікірталас дейді. Кейбір кезде осыған өлең құраңдар дейді. Оларда сол кезде де бір сәтті өлеңдер шығып жататын. Сөйтіп біздің осы одан кейін енді университетке кеттік. Яғни мен қазақ тілі әдебиетінен әкем сабақ берді. Содан кейін домбыраға үйретті. Енді жаңа жоқшылықты айта бергенде дұрыс емес шығар балаларға, бірақ та біздің кезімізде шахмат дегеннің өзін біз қолдан картонды қиып, қолдан жасап, қолдан жаңағы шаршыны сызып, қолдан жасап шахмат ойнадық. Бір 3000 теңгеге гитара сатып әкеп берді. Яғни Қарағандыда бір ескі, бір сары гитара. Сол гитараны солақай үйрендім, домбыраны солақай үйрендім. Содан кейін мұның барлығын мен айтып жатқан себебім, мұның барлығы сенің шығармашылық ойлау қабілетіңді дамытатын дүниелер. Осының барлығын біз үйрендік. Қарағандыда жалпы әдеби орта, Ғалымжайлыбай ағаларымыз, үлкен қаншама мүйізі қарағайдай ақындар бар ғой, солардың ортасы да сізге әсер еткен шығар. Университет қабырғасында жүргеннің өзінде. Ағалардан қандай үлгі алдыңыз, еліктедіңіз, кімге қарап бой түзедіңіз, немесе кімнің өлеңін ұнатып оқыдыңыз, сол жайында айтып өтсеңіз. Біз енді университетке келгенге дейін біз үйде мен бір жастан оқыған 2 кітапты айта аламын. Оның біреуі Мұхтар Шахановтың Танакөз деген кітабы. Тіпті оның біз үлкен дастандарын жатқа оқып, мектепте поэзия сағаттарында соны айтатынбыз, оқитынбыз. Сосын сол кездерде шықты кімнің? Серік Ақсұңқарлы ағамыздың Адам ата қауаны деген кітабы. Оның да өлеңдерін жек көрем, итті алысып жүрем, шабысып жүрем, қағынып, сайындалаң тағысым, мен не деген ғажап тағылық. Осының барлығын мен осы 2 кітап жаттап өстім. Енді оның сыртында міндетті түрде Мұқағалиды, Төлеген Айбергеновті біз сіңіріп алдық десек болады. Ал енді Қарағандының әдеби ортасына келгенде де бір ғажап ортаға түстік. Жаңа айтып өткен Серік ағамыздың маңайында Ақсұңқардың абадандары дейді. Серік Сағынтай, Қайрат Асқаров, Бағдат Мүбәрак, Руслан Нұрбай, Рахат Әбдірахманов деген ақындар болды. Қойлыбай Асанов ағаларымыз бізге сабақ берді. Сол кезде біз жаңағы өзіміздің буын, жаңағы буынның артынан ізбасар болып, бізде өлеңге келіп бір шетінен келіп араластық. Әрине адам бір күнде ғажап өлең жазып кетпейді. Ол енді ілуде біреу бір бір талассыз талант болуы мүмкін. Ал енді көбіне негізі оқу арқылы жалпы өмірлік сенің тәжірибең, өмір жолың барлығы сенің өлеңдегі жаңа қолтаңбаңды қалыптастырады ғой. Сондықтан жаңағы орта,
сондағы Қарағанды мемлекеттік университетінің филология факультетіндегі алған білім, оның барлығы бізге әсер етті. Әрине сол кезде хандық дәуір әдебиеті деген пән болды. Сол кезде біз жыраулар поэзиясын, енді мен өтірік айтпаймын, ауылда біз жыраулар поэзиясын оқымадық. Біз енді ертегілер, батырлар жыры соларды оқып келдік та, жаңағы 15 ғасыр Асан Қайғыдан бастап сол университет қабырғасында оқыдық. Сіздің сол кездегі толқын кімдер сізбен қатар осы өлең әдебиет әлемінде жүрген жастар? Қарағандының сол кездегі Қарағандынікі ма? Қарағандыда, Қарағандыда Қуаныш Медеубаев, Рауан Қабидолдин, Алмас Мырзахмет, Жанат Жаңқашұлы, осы ақындар біз қатарлас. Біз университет жаңағы келген кезде Гоголь атындағы кітапхана бар, облыстық әмбебап. Сол кітапхананың біз жанынан жыр жауһар деген клуб аштық. Оған дейін Жайықбек Тұрып атындағы жасөспірімдер кітапханасында Бота деген клуб бар. Оны Ерлан Төлеутай ағаларымыз ашқан екен. Мартбек Тоқмырза сол кісілер ашқан клуб екен. Сол клубқа жалпы бәсекелес болды. Бір жақсы мағынасында бәсекелес болып, жаңағы әдеби ортадағы бәсекелес. Сол клубтан қаншама буын ақындар өсіп шықты. Оны біз өзімізді бір ұстаз деп есептемейміз, бірақ та сол біздің біздің үлгіміз оларға үлгі болды. Енді қазір әрине ақындардың азайып кетпеген де болуы мүмкін. Бір топырақ демалады дейді ғой. Сол сияқты болуы да мүмкін ғой. Үзіліс деген сияқты. Жаңағы әншілік жайлы жақсы айтып кеттің. Қарағандыда марқұм Сейіл Аяған ағаларымыз бастаған ғажап бұл ән өнерінің де бір ордасы ғой. Қарағанды дәстүрлі әннің керемет мектебі қалыптасқан, мәдилерден кешегі. Мәдилерден жалғасқан толқын біздің мына кімдерге марқұм болып кетті ол кісіде. Мейірхан Адамбеков ағаларымыз, қазір енді жақсы келді Кемалов аға, Сержан Мұсайын, Дәуренбек Әркенов, Құрмашевыш, Ержан Базарбеков. Ән мектебін жалғастырып жатыр дейсіз ғой. Біз солармен де сусындап, біз өзіміздің рухани ортамызда, кештерімізде біз міндетті түрде дәстүрлі әншілермен өзіміз қатарлас Медет Осатаевтар барлығы біз бірге өстік. Яғни ақын тек қана құр бөлмесінде отырып ақын болмайды. Ол өзінің ортасымен, өзінің туған топырағымен, өзінің тағдырымен, өзінің мұңымен, өзінің халқымен ақын ғой. Кейбір шығармашылық адамдар айтып жатады, мысалы, мен өлеңді түнде ғана жазам дейді. Кейбіреулер жаңағы мен кітап оқып жазам, ізденіп жазам дейді. Біреулер ойланып, ой үстінде жазам, біреу жол үстінде жазам деп жатады. Әр қайсы шабытты әртүрлі жерден, әртүрлі әсерден алады. Мирас Асан шабытты қайдан алады? Менің шабытым ол осы халық деп ойлаймын. Халықтың көкейінен не қайнап шығады, ол сол қайнап шыққан дүние шаттық болса шаттығымен бірге, мұң болса мұңымен бірге менің жүрегіме қонбай кетпейді. Яғни оның барлығы шабыт деген өзі адамның бір қатты әсерленген кезі ғой. Ол қатты эмоцияның бір шарықтау шегі. Сондықтан мен табиғат десе мен күзден шабыт аламын. Яғни мен күз жақсы көрем. Сосын Есенғали Раушановты ең мен өзім бағалайтын ұлы ақын, классик. Сол кісінің жалпы күз жайлы өлеңдерін оқып отырған кезде қатты жаныма жаққанда ойлаймын, шынында да менің осы табиғатым осы жақтау күз-ау деп. Жалпы кез келген бір ойлар мен шабыттың ауылына сүйреп кетуі мүмкін. Ол
бір жылт еткен жалғыз сөздің өзі маған шабыт сыйлап келді. шабыт сыйлауы мүмкін. Иә. Қазіргі жас осы өлең жазуға, поэзияға еліктеп жүрген жас ақындарға қандай авторларды ұсынатын едіңіз? Иә, жаңа айтып кеттім ғой, Есенғали Раушановты егер де жаңадан жазып жүргендер болатын болса, әрине сағандар ауыр болады. Оларға Қадыр ағаның өлеңдерін оқу керек шығар. Иә, Қадыр Мырзалиевтің өлеңдерін оқу керек шығар. Оларға Мұқағалиді міндетті түрде оқу керек. Батырлар жырын оқу керек. Ал енді прозадан болатын болса, мен жалпы біз өзіміздің авторлардың шекарасынан шығып, мен балаларға Расул Гамзатовтың «Менің Дағыстанымды» оқуға кеңес берер едім. Ол сұмдық адамның туған жерге, мынау елге деген махаббаты, соған қаншалықты адам адал болу керек. Сол жағынан баланы керемет баулайды, тәрбиелейді. Қазіргі қызметіңізге дейін Егемен Қазақстан газетінде немесе Қарағандыдағы Орталық Қазақстан газетінде, Қасым журналдарында журналистік жолдан өттіңіз. Сол кездегі журналист болып жүрген кезде сіздің шығармашылығыңызға кері әсерін тигізген жоқ па? Жоқ, қайта мен өндіртіп жазған кездерімнің барлығы сол осы журналистік кезеңде ойлаймын. Ол нағыз сен жалпы жаңағы мен халық деп бекер айтқан жоқпын. Сол халықтың қайнаған ортасында жүретін жауынгер жанры ғой. Бір жігіт маған айтады, телевидениеға бардым, мені жеп жатқан сияқты, осыны қоям қойдым деп. Мен айтамын, егер сен осындай ойда болсаң, онда мысалы Ерлан Жүніс баяғыда өлеңін баяғыда жесе Ерлан Жүністі жеп тастайтын еді. Ол бір ғана жалпы ана ракет айтуға оңай дегенге 2000-нан астам сценарий жаздым дейді. Егеменде бәріміз бірге істедік. Мысалға кез келген мықты ақын, мықты жазушылардың барлығы газетте жүрді. Мысалға біз Егеменнің 100 жылдығын өткізгенде өзіміз көрдік қой, жалпы Егеменнің шежіресін ақтарғанда Егеменде Қасым да жұмыс істеген, Мұқағали да жұмыс істеген, Фариза да жұмыс істеген, Темірхан да жұмыс істеген, Мұхтар Шаханов та жұмыс істеген. Қаншама ақындар? Барлық ақындар, барлық мықты классиктердің осы газеттен өткен. Ол сенің қайта ойыңды жинақтап, дұрыстап беруге, ойыңды айқын жеткізуге газеттің көп жерде көмегі де болуы мүмкін. Әрине сенің жалпы тіліңе бір нәрсеге ол әсер етуі мүмкін. Енді ол өзіңе байланысты. Шығармашылық қабілетіңе байланысты, өзіңнің білім білігіңе байланысты. Жалпы қазіргі жас ақындарға жақсы өлең жазу үшін ұсынатын 3 лайфхак. Ең бірінші жастарға айтарым, балаларға айтарым, өлең деген тұтасымен ақынға келмейді. Біз енді шындыққа тура қарап айтайық. Бір өлеңнің саған бір жолы немесе жалғыз сөз немесе бір ғана ой келуі мүмкін. Сол ой арқылы соны сен байытасың, дамытасың, қалай беру формасын ойлайсың. Сондықтан сондай ой келді ма, бірден жаңғалтаңдағы смартфоныңа сол ойды түртіп қой. Содан кейін оны жазылса сол кезде жазасың, мүмкіндігің болса. Ал болмаса сен оны кейін ашқан кезде сенің яғни миыңа жаңа бір ақпарат түсті, сенің миың өзіңнен жеке жұмыс істейді. Бірінші ой дейсіз ғой. Иә, ой келді ма, жылт еткен ой келді ма, сен одан әрі қарай бір жақсы өлең байқап тұрсың ба, яғни түртіп ал. Екінші ақындар біздің кейбір кезде поэзия өлең ғана оқып, ақындар өлең ғана оқу керек деп жатады. Мен оған көбіне қарсымын. Ақын керісінше проза оқу керек. Яғни тіл байлығыңды сен прозадан аласың. Поэзиядан әрине қатты оқысаң, кейде сол ізге түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан көбіне анау мықты ақындарға жұтылып кетпеу үшін жас кезде негізі мен бағана айтқандай ол байқау керек. Жұтылып кетуің мүмкін. Сен қайталайын деп қайталамайсың. Байқа тура сол. Қазір біздің Есенғали ағаша кейде бізде өзімізде жазып кетеміз.
ол жаңағы ақынның қуаты. Енді үшінші лайфхак дәстүрлі әнге жақын болу керек. Біздің негізгі қара өлеңнің колориті ол осы халық әндері ғой. Не күміс құманай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай. Ғажап поэзия осы. Сондықтан халық әндерін балалар көбірек насихаттап, оқып, тыңдап, шамаға келгенше айтып жүрсе, мен өзім ән айтам. Кейбір кезде ән домбырамен әнді айтып, содан кейін барып өлең жазамын. Ал енді айта беруге болады. Бәрі бір-бірімен сабақтасқан дүниелер ғой негізі. Негізгі үш лайфхак осы. Құрметті көрермендер, біздің осы YouTube арнамызға келіп сұхбат беріп отқан Мирас Асанды көпшілік жазба ақын ретінде таныса, бірақ Мирастың осы бір қыры қазіргі қазақ эстрадасында айтылып жүрген, шырқалып жүрген Ұлан-ғасыр Қамиев деген бауырымыздың орындауындағы Қызыл Раушан деген әннің сөзін жазғанын біреу білсе, біреу білмеуі мүмкін. Сол Қызыл Раушан әні, өлеңі қалай туды, қалай жарыққа шықты, сол туралы айтып өтіңізші. Иә, ол тура осы бір жыл бұрын бүгін жариялапты. Бір жылда 60 миллион просмотр. Яғни ол халықтың жүрегіне жеткен ән болып тұрған. Оны Ұлан-ғасырдың ағасы Дидар Қамиев маған бір күні хабарласты. Осындай бір Ұлан-ғасыр ән жазады екен. Юрий Шатуновтың қайтыс болып, соны көп елдің айтып жатқан кезде, еске алып жатқан кезде, енді бәріміз Юрий Шатуновтың әндерімен биледік қой біз. Біздің кезімізде дискотека соның әндерінсіз өтпейтін. Сол енді сол Юрий Шатуновтың анау әнімді әнге арнадым деген Төреғалидың әні бар. Сол сияқты бір Юрий Шатуновтың әндерімен келтіреді ба, соны бір қолынан келсе, сен қолынан келсе, соны жазып берсе де, мен әнге сөз жазып жүрген қатты бір керемет маман емеспін. Жарайды, жіберші деп жіберіп, ән ұнады. Сосын алдымда сол бір жарты сағатта жазып бердім. Қызыл Раушан жалпы жарты сағатта жарыққа шыққан ән. Жазылды. Содан ән болып шыққаннан кейін бір айдың көлемінде бүкіл елге таралып, танып ән сөйтіп кетті. Сол кезде ойлаймын мен, бұл адам тек қана мен өлең жазам деп отыра бермеу керек екен. Жаңа төртінші бір лайфқа қосқым келеді. Сен үнемі ақындық көңіл күйде жүре алмайсың. Менен көбісі сұрайды. Айтпақшы, кім менің енді жолдасым Жадыра ол да ақын ғой, Байбұланова. Соны сен осы сұрақты қоймадың, көбісі сол сұрақтан бастап айтушы еді. Бір үйде екі ақын қалай тұрады. Сол кезде мен айттым, адам деген 24 сағат 7 күн бойы ақын емес қой. Ақын деген жаңа мен айтқандай бір сезім селт еткізген кезде, жүрек солқ еткізген кезде ақынсың, одан кейін қалған уақытта сен жай адамсың. Сондықтан сен үнемі ақын болып жалпы көңіл күйде ұстап жүре алмайсың. Сол кезде саған өлең, бұны Нұртөре Жүсіп ағамыз айтты маған. Қадыр ағаңның алдында 6-7 папка жатады екен. Бірінші папка өлеңдері, өлең келмей жатыр ма, ол аудармаға кетеді. Аудармадан қажыған кезде балаларға жазады, балалардан шаршағанда анау нелерін жазады, естеліктерін жазады, прозасын жазады деп. Сол мен әдісті мен өзім шынын айтқанда қолданам. Мен балаларға жазам, бір поэзияның тасқын қуаты келіп қалған кезде топтама өлеңдерімді тоқтамай жазып тастаймын. Сөйтіп жаңағы енді аударма жасаймын деп өтірік айтпаймын. Сосын енді қазір жалпы кей кезде жаңағы әннің тексттерінде мен жазып беріп жүрмін. Туған жерге, мынау елге, жерге, отанға деген бір рухты оятатын, махаббатты еселейтін әндерді де жазып жатырмын. Ал енді халықтың
сұранысына орай жасалатын дүние ғой. Сонда төртінші лайфхак жаңағы ақын деген жан-жақты болу керек дейсіз ғой. Тек қана кітап, білім бөлек, басқа салаға да араласып көрген. Басқа салада, иә. Ән айтқың келсе, әнші болып ән айт. Енді біздің сал-сері бабаларымыз әнді де айтқан, айтысқан, әнін айтқан, күрескен. Жан-жақты күреспейміз енді. Бәрекелді, сіздің осы рухтың күресі ғой. Осы әлеуметтік желіде, әсіресе мына Facebook парақшаңызда өлең жариялап тұрасыз. Оның астында жаңа халықтың ыстығы, ықыласы, сол пікірлерінен өзі білініп жатады. Сол кезде осы қыркүйектің айында әсіресе ұлыңыз алғашқы мектебіне барған кезде бір жақсы бір өлеңіңіз болған еді. Осы балам кетіп барады мектебіне, қателеспесем. Сол өлеңді сізден қонақ кәде ретінде сұрасақ. Оны өзімде осы бағдарлама балаларға бағытталады дегеннен кейін ол өлеңді оқып бергім келіп тұр. Жалғас баламыз бірінші сыныпқа болған кезде жалғас нөлінші сынып деген бар ғой, соған бардық. Ол кезде мектепке даярлық. Жасы 5-те ғана. Сонда да енді апардық. Сосын соны апара жатып бір қатты толқыным, бірақ ол күні жазған жоқпын. Бағанағы айтқандай ойлар келді маған. 1, 2, 3, 4 жолдар келді. Сосын сон 3-ші қыркүйек күні сол өлеңді жазып жарияладым. Жылда жариялап тұрам. Елде жариялап тұрады, жарнамасын жасап тұрады. Рахмет. Оқып берейін. Сол жалғасқа айтқым келген дүниелі. Өлеңмен жеткіздіңіз. Өлеңмен жеткіздім. Енді оны қазір айтсаң бала бәрібір түсінбейді. Ол баланың көңілі далада дегендей, олар сондықтан сол өлең болып тұрсын, есейген кезде артық болмайтын ақпарат қой деп оқып берейін сол өлеңді. Қарындашы жап жаңа ұшталмаған, қалам сабы жап жаңа ұсталмаған, көйлегі де дәп-дәл шыт кірлемеген, дәптері де су жаңа тысталмаған, ұлым кетіп барады мектебіне, биік шыңға балапан беттеді де, құлдыраңдап қояды құлын шағыл, қолы құлын жалына жеткеніме, әліппесін қолтыққа қысқан көкем, әріп көшін танымақ ұстам бекем, сондай құштар өмірге сондай ынтық, өмірді оған соншалық құштар мекен, сөмкес үлкен өзінен арқалаған, тақтады үлкен білемін парта доған, 5 күн жалған ой жүгін барадасып, 5тегі ұлым ойыны тарқамаған, білім бәйге, жарысқа жансал күшпен тәкаппарлық көрсетпе, болсаң дүстем, ақ құрт шашып анашың сыртта қалды, ақ бор ұстап ұстазың қарсы алды іштен, алда сенің ағарман арай гүлің, ақыл айтар дәл бүгін орайлы күн, сөзім бөлме ұстаздың қам сөз керме, сөз болғаннан жаман жоқ абайлы ұлым, халықшыл бол қаһарман хақ қолдаған, қылықтарға ұнамсыз жат бол жаман, бірді бірге қосуды үйрен дұрыс, бірді бірге соғудан сақ бол балам, ақтап үміт арқамның босат жүгін, қыран сенсің тудағы шашақты күн, тарихың бар күлтегін тасқа жазған, сол тарихқа ешқашан тасат болым, жырақ қалма қызықты жыран кештен, шындыққа да берік бол шыған көшкен, 6 құрлық 4 мұхит барлығын сүй, алталашты бірақ та шығар местен, кетпес білем кей сөзім бірден ұнап, ойыныңнан қалмағын мүлде жырақ, ала допты болады сәл қууға, ала жіпті аттама мүлде бірақ, қуанышпен қарсы алды бұл күн дапаң, қуанышпен қарсы алды бұл күн датаң, қоңырауыңды алғашқы сенің тыңдап, омырауымды жас жуып тұрмын ботам, күтеді алдан әлі сан сапар сарай, сол жолдарды ағартсын әкең самай, мектеп канаң әкелсе қалай бүгін, мекке кертең сен де оны апар солай, көздерімде қуаныш лағыл ойнап, қадамыңа қараймын бәрін ойлап, тарыдай боп мектепке келген саған, таудай талап тіледім тарыдай бақ. Бәрекелді. Сіздің осы өлеңіңізді жалпы тек қана жалғас ұлыңызға емес, жалпы жас біздің өлең қуған, өнер қуған балаларға арналады деп қабылдасақ болады. Жалпы сіздің отбасыңызға, әулетіңізге бағанадан сұхбатыңызды тыңдап отырсам, бір сабақтастық бар сияқты. Әкеңіз сізге қалай ертегі үйретіп, жаңағы өзінің өнер жолына, өлең жолына сізді қалай түсірсе, сіз де осылай өзіңіздің ұлыңызға өзіңіздің әкелік бағытыңызды беріп отырсыз. Осы жалғастықтарың жалғаса берсін деп тілейміз. Жалпы біздің жас оқырмандарға, жас өнерпаздарға
Мирас Асанның айтатын ағалық ақылы қандай? Менің Мағжан айтқан арыстай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деген сөзі бүгінде тіпті өзекті деп ойлаймын. Кешегі Міржақыптар оян қазақ деп кетті. Одан кейін оянған ұрпақ пайда болды. Кешегі әбіштер, мағауиндар. Енді сол оянып, олардың ойға алған, қолға алған істерін жүзеге асыратын жаңа ұрпақ, жас буын ол осы біздің көрермендер деп ойлаймын. Сондықтан да сендердің елге деген махаббаттарың ерек болу керек. Мынау кешегі бабаларымыздың жанын беріп, жаны шүберекке түйіп қорғап кеткен кең байтақ даласын, ұлттық құндылықтарын анау көнеден бағыздан бері қарай мыңжылдықтардың мұрасы болып жеткен біздің қаншама мәдени, әдеби мұраларымыз бар. Соларға сендер қорған болуларың керек. Қазақтың тілінің мерейін үстем болуларың керек. Әрине, ол қазақ тілін жақсы меңгерумен қоса, ағылшын тіліне де бала жетік болу керек. Кітапты көбірек оқу керек. Яғни ол кітап оқу деген сенің ой өрісіңді дамытып қана қоймай, сенің Көзқарасыңды кеңейтеді. көзқарасыңды кеңейтеді, сенің азаматтық ұстанымыңды қалыптастырады. Сондықтан да бұл 20 ғасырдың ең ұлы жаңалық кітап екен, айфон емес. Әлі күнге дейін. Енді 21 ғасырдың. Енді 21 ғасырдық енді 22 ғасырда анықталады. Сондықтан әлі күнге дейін қазіргі жаңалық кітап. Сондықтан бұл кітаптан ешқашан қол үзбеу керек. Кітап оқыңдар, қазақ тілінің мәртебесін өсіріңдер, бір-біріңе қорған болыңдар. Әр қазақ менің жалғызым дегендей, сол осы елді, жерді көркейтетін осы жастар сендердің қолдарыңда деп ойлаймын. Біз енді қартайып отырған жоқпыз, бірақ та біздің де өзіміздің жалпы анау кезінде соны құнттамаған, мүмкіндігіміз болмаған, қолымыз қысқа болған кездерде шығар. Өйткені біз ауылда шыны керек, жалпы ағылшын тілін оқитын мүмкіндік болған. Дұрыс айтасыз. Мына Есей Жеңісұлы деген журналист ағамыз бар ғой, белгілі. Қазір осы Ұлан газетінде, қаншама басылымдарда басшылық қызмет атқарған. Сол кісі университет қабырғасында бізге сабақ берді. Сонда ол кісінің менің кегімді қайтарыңдаршы деген әңгімесі бар екен, қысқа ғана. Сөйтсе, ол негізгі мазмұны айтады, мен студент кезімде жаңағы кітап оқуға мүмкіндігім болды, уақытым болды, бірақ сол кезде біз анау автосалонға барамыз, анау Аляска деген куртканы киіп алып, қолымызды жан қалтасына салып, жаңағы автосалон көлік аралаймыз дейді. Ол кезде қолымызда ақша да жоқ дейді қалтамызда. Бірақ уақытымыздың көбі соған кетіп жатыр дейді. Сондықтан менің кегімді қайтарыңдаршы деп сіздің де айтып отырған ойыңыз соған саяды екен. Құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, бүгін біздің арнамызда қонақта болған белгілі ақын, қаншама жинақтардың авторы, мынау Қызыл Раушан әнінің авторы Мирас Асан болды. Мирас мырза, бүгінгі мынау сұхбатымызға келісім беріп, қонақ болып келгеніңізге мыңда бір рахмет, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Сіздерге де рахмет. Басында айтқанымыздай, бастамаларыңыз баянды болсын, көрермендеріңіз көп болсын, осы елге жерге үндеріңіз жете берсін. Аумин, рахмет.